Қайырлы күн баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Айдана. Бүгін сіздерге өмірімдегі ең оңай самсаның рецептімен бөліскім келеді. Жасалу жолы өте оңай. Бұл самсаның атауы тюльпан деп аталады. Міндетті түрде дәл осы рецептімен жасап көріңіз. Өте қатпарлы самса болып шығады. Ал бірге бастайық. Ең алдымен ыдысымызға ұнды салып, үстінен қант пен тұзды қосамыз. Жақсылап қолымызбен араластырып, үстінен бір жұмыртқамызды саламыз. Және де суды, сүтті құйып, жақсылап араластырып, қамырымызды илейміз. Қамыр бізде қатты емес, жұмсақ болып шығады. Елеп болғаннан соң қамырымызды екіге бөліп, тағы да жақсылап илеп аламыз. Қамыр қолға жабысып жатса, ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Сондай жұмсақ қамыр болады. Осылай жақсылап илеп болғаннан соң барлығын пакетімізге салып, кішкене ұюы қанғанша шамамен 10 минуттай уақытқа қойып қоятын боламыз. Ал енді арасына жағатын сары майымызды ерітіп аламыз. Бізге көп сары май қажет болмайды. Қамырымызды алып, жайып шығатын боламыз. Қатты жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ, кішкене қалыңдау болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай жұқа емес. Ал енді ерген сары майымызды толықтай суытып, арасына құйып, жақсылап барлық жеріне жеткізіп, жағып шығатын боламыз. Одан соң шетінен осылай ораймыз. Және де видеода көрсетілгендей осылай орап шығамыз. Екінші қамырымызды да дәл солай жасаймыз. Жайып, арасына сары майымызды жағып, осылай орап шығатын боламыз. Болғаннан соң салафанымызға салып, тоңазытқышқа шамамен жарты сағат 1 сағаттай уақытқа қойып қоямыз. Ол уақытта начинкасын дайындаймыз. Бізге қажетті заттар фарш, пияз, тұз, бұрыш және де зира қажет болады. Қалауыңызша дәмдеуіштерде қоссаңыз болады. Және де сұйық майды құйып, жақсылап араластырып, біркелкі етіп дайындап алатын боламыз. Ал енді дайын болған қамырымызды алып, бірнеше бөліктерге кесіп шығатын боламыз. Және де осылай үстінен басып, домалатып аламыз. Барлығын түйіп болғаннан соң үстінен жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Ал енді күнжіттарды сеуіп, 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Сонымен біздің тюльпан самсамыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз, аз болсын. Егер де видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сау саламатта болғайсыз.